sana күміс бауыр киіп көрдім. Дәрубай солма берсін күйік жеріні. Жез марал жүреді асында. Мұңлаған бинбағай киіктеріні. Жезгиер біздің жанды қалай еді. Жолындай көлденеңде жандай берді. Ақын, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Шалақын ауданы еңбек алымының журнасы, Хакімбек Салықовтың 90 жылдығына орай ұйымдастырылған "Сіз үшін жыр оқыдым, газет жырттым" атты челленджін Абылай Хан резиденциясы музей кешенінен алып алдық. Одақ көлемінде түрлі жоғары лауазымдарды атқарып, Қарақалпақстанның басқарып тұлғаның ақындығы бір төбе. Хакімбек Салықовтың өлеңдерінде нәзік лирикаға толы мөлдір махаббат, шындығы шапшықтырған тіршілік көрінісі, сүйкімді азан мен адамды терең ойға салар салиқалы жыр жолдарын көре аламыз. Өлеңнің шырайлысы мен шырайлысы әсем әнге арқау болады десек, лирик ақын атанған Хакімбек Салықовтың 500-ден аса өлеңіне 60-тан астам композитор ән жазыпты. Ол өлеңдердің көпшілігі халыққа танымал болып, кеңінен танымал болып, халықтың жұртшылықтың сүйіп тыңдар әніне айналды. Рас, достым, біздің үй кітапхана. Бар жиһазым, жиғаным кітап қана. Мәңгі жасыл ағаштай жемісі жоқ, құшақ жайды қаулады бұтақтана. Туған елді сағынсам оқып өлен, қасиетті құштарлық отына енем, алыс жолда жеңілтем, бір жұмсартам, тас берішті сарғайған. Үйге кірсен тінілме, мебіліме, сансыз кітап қарай қал тебініне, ақ бидайдай жайқалған кең далада қуанарсың көркем сөз егініне. Абай ашар көп сөре баспалдағын, Мағжан, Сәкен, Ілиястай асқарларым, мұнда сарсын арманын түсінерсін, Махамбет пен Қасымның шашқан жалын. Үкілі Ыбырай, Біржан Сал, Ақан Сері, қанға сіңген дарындар маған тегі, Шәкәрімді Ахметпен кезек оқып, туды күндер қам көңіл қанар шері. Бұқар, Дулат, Шортанбай, үркеріме, көз жүгіртіп, күлімдеп, кір төрме, ақын Тайжан қол созып, қарсы алғанда, жол беріп тұр Шашубай үлкеніне. Жамбыл ата қасиетті тағына біз, Гималайдай зор тұтып табынамыз, Мүсірепов, Мұқанов, Мұстафинмен, Есенберлин көшінен табыламыз. Жиналыпты кітапқа ар мен кегім, қара маржан осында қан мен терін, елен алан аңызбен ақиқатта, аласапыран білдірмес тан мөлшерін. Қали жандай қалқыса жылы бұлақ, Ғали Дихан алдынан шығар шыбап, Сырбай менен Әбділда кезек тесіп, Хамид тұрар көй ата қызығынап. Құлшынамын кіргенде жыр құшаққа, аққұш таппен жатырмыз бір кітапта, жемісіміз қазақтың Мұқағали, Тұманбай, Қадыр Сағилар бір бұтақта. Сүйімбайдан іздемін тотияйын, шал ақыннан аз емес тоқығаным, Марфуғаным бетінен бір сүйемде, Фаризаны құшақтап отырамын. Мен осы кітапхананың қызметкері, жас қаламгер үйірмесінің жетекшісі Сағыпар Аманжолмын. Қара өлеңнің жезгегі, қазақтың маңдайына біткен қаламгері, қоғам қайраткері Хакімбек Салықов ағамыздың туғанына 90 жыл толуына орай жазылған өз өлеңімді оқып берсем деген ниеттемін. Абыз баба, жас толқын өтті өмірден, абыз бабаң гәккулетіп кетті ғой,
аңыз далам, аққу кетіп айнакөл, жетімсіреп күңіреніп кетті ғой қобыз қалам. Абыз баба кетпеді әні қалды, қар өлеңі қасиет дәні қалды. Серлер бесігінің әлдейіндей, сардалада сарарқа сәні қалды. Ел басқарған тұлғалық тұғырында, туған жерге сағыныш ғұмырында. Өлең болып қартабыз өтті өмірден, елең болып ертеңгі бүгін ұлға. Жырмен ғана берілер сөз бағаңда, әніңмен толқындарды қозғағанда. Жезгиік ғасыр үні, қалам үні, ән болып сайран салсын жез даламда. Біз Ғабит Мүсірепов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы сіз үшін жыр оқыдым, ғазиз жұртым атты шиеленішті Сәбит Мұқанов атындағы облыстық сазды драма театрына жолдаймыз.